Мені Алиман жұлқылап оятты. Сәске болып қалған екен. Ел түгел жиналыпты. Палуан күрес басталған сәтке доп тұрыппын. Елдің бәрі ығы-жығы жайғасып, орталарына палуандарын шығарыпты. Екі жақтың палуаны белдеріне орамал байлап, білектерін сыбанып шарт-та-шұрт айқаса кетеді. Бірін-бірі сынап, бірін-бірі бағдарлап, бірін-бірі тексеріп топ ортасында алшаңдап жүріп алды. Иыққа иық тіресіп, білектері сіресіп, сілкілесіп біраз жүрген соң, біреуі қарсыласын жерден тік көтеріп алды. Басынан асыра лақтырмақ еді, анау балтырдан шалып, қармақ жұтқан балықтан бұлқынып тұрып алды. Сонан соң екеуі де қайтадан әдіс аңдып біраз жүрісті. Жұрт көйлесіп бол-болдың астына алуда. Кейбіреуі шыдай алмай өз палуандарына тәсіл айтып айқайлайды. Айқайға құлақ салар сәт пе? Тек күш ырқына, айла шарыққа ғана бағынып, анау екеуі аңдысумен жүр. Ақыры біреуі жеңді-ау. Жеңген жақ палуанның аяғын жерге тигізбей, дедектетіп топ ортасына жасырып та үлгерді. Елінің ақсақалы келіп бәйгесін алды. Бәйге де аз емес еді. Шапан киіп, ат мініп, атлас орамал алып жатыр. Палуан күресін балалар аяқтады. Осылайша қызықпен жүріп, бұл күннің де аяқталғанын сезбеппіз. Ертеңіне таң азанмен қалыңдықтың отауына Үбиянның сыңсыған даусы естілді. Жеңгелері қыздың қызыл көйлегін шешіп, аппақ көйлек киіндіріп жатыр екен. Қыз дәуренінің соңғы нүктесі қойылғандай сезе ме, әпкем булыға жылады. Жар-жарға ұқсас бір әнді созып жылайды. Осылайша жаңаша киіммен безеніп, Үбиян отаудан шықты. Жеңгелері қолтықтап алыпты. Айналайын, Бекешжан, бағыңды ашсын, дейді біреуі. Екіншісі, ата жолы осындай Еркежан. Ата енеңнің жоралғысын жасап жатырмыз, айыптама алтыным деп қояды. Бір қарасам, Үбиянның үйін жығып, түйеге артып жатыр екен. Тағы бір түйеге жасау жайғасыпты. Бір жігіт Үбиян мінетін сәйгүліктің тізгінін ұстап тұр. Әкем соның бәріне алыстан қарап тұр екен, көзіне жас алды. Үбиян болса сыңсуын үдетіп барады. Біз Алиман екеуміз әкеміздің жанында тұрғанбыз. Өкіріп жіберуге сәл-ақ қалып тістене берем. Бұл кезде жасау артылып, жұрттың алды атқа қона бастаған екен. Үбиянның да сәйгүлігін әкелді. Сол кезде әпкемнің даусы бұрынғыдан да зарлы шығып еді. Ауыл әйелдері бәрі құшақтап көрісіп, жақсы тілегін жаудырып жүр. Елдің ең соңында әкем келді. Ол қызын бауырына басып тұрып иіскеді. Даусы қалтырап батасын берді де, көз жасын көрсеткісі келмей тез бұрылып кетті. Сол-ақ екен, Аюбайға еріп келген жетеудің ішінен екі күйеу жолдасы әпкеңнің қолтығынан лып еткізіп көтерді де атқа қондыра қойды. Ер үстінде ауытқып отырған әпкемді бірі сүйемелдеп, бірі ат тізгінін жетелей жөнелді. Сол сәтте Алиман да сыңсып жіберді. Әлде бір келіншек әпкемнің басына көлдей ақ сәлкешті бүркей қойды. Құдды қара күрең толқын үстіндегі ақ желкендей теңселіп әпкем ұзай берді. Әжем, мен және сыңсыған әпкем үшеуміз жеті жігіттің жетегінде Аюбайдың ауылына қарай бет алдық. Біраз жол жүрген соң Үбиян жасын тыйды. Жарым жолға келгенде бір ауылдың тұсынан өттік. Бұл ауылдың қыз-келіншектері алдымыздан шығып, жігіттері арқан керді. Сый-сияпаттан алған соң, енді ауыл келіншектері жол шетіне дастарқан жайып, сусын берді. Өздері жасау жабдықтарды қызықтасып жатыр. Көп кідірмей бұл жерден де жүріп кеттік. Күйеудің ауылына жақындағанымызда бір топ қыз-келіншектер ала өкпе боп жүгіріп алдымыздан шықты. Үбиян аттан түсіп, иіліп ізет көрсетті. Біз әжеміз екеуміз отырған күйме тікелей ауылға тартты. Бізді ауыл шетінде елдің игі жақсылары күтіп тұр екен.
орталарында елтіріден тымақ киген, түйежін шекпенді желбегей жамылған қарт кісі бар. Таяққа сүйеніп, еңкіш денесін әзер игеріп тұр. Мұрты қияқтанып, аппақ сақалы желбірейді. Әбден тарамыстанған салалы саусақтарымен сақалын дамылсыз тараштайды екен. Сөйлегенде иегі дірілдейді. Осыншама кәрілігіне қарамай, тістері әлі бүтін көрінеді. Денесінің сіріңке қаралығын аппақ сақал ерекше айқындап тұр. Айналасындағының бәрі ата-аталап елпілдеп жүр. Бұл біздің бас құдамыз Аюбайдың әкесі Майлыбай ақсақал екен. Бізді үлкен үйге Майлыбайдың өзі бастап кірді. Әжем екеуі қатарласа жайғасып, маған әжемнің сол жағынан орын берді. Өзге ағайындары жасына қарай, құрметіне қарай қатарласып отырды. Үйді бір сәтке тыныштық орнап, бәрі де бір-біріне жылы шыраймен қарасады. Әлден соң Майлыбай әжеме бұрылып амандық сұрады. Мен шалдан көз алар емеспін. Ол сөйлеген кезде тамағы бейне бір қымыз толы сабаның бүлкіліндей тербеледі екен. Әжем де амандық есендік сұрасып жатыр. Мұнан кейін Майлыбай бізді үйде отырған құдалармен таныстыра бастады. Үлкен ұлының сақалына да ақ кіріп қалған кісі екен. Ортаншысы қою қара сақалды, толық кісі көрінді. Одан кейінгі екеуі де жігіт ағасы боп қалғандар. Кенжесі Аюбай жезден боп шықты. Үбияндар бөлек отауда отыр. Тап қазір ол жақта не боп жатқанынан хабарсызбын. Қасындағы әр қыз жеңешелеп, сәлкешінің шашағын тартқылап отырған шығар. Біз отырған үйге енді елдің қадірменді аналары, қарт кемпірлер келе бастады. Бәрі де әжеммен емірене амандасады. Майлыбай ол кісілердің жақындық жағын айтып таныстырып отыр. Ал қара жігіт, деді бір аппақ кемпір жас кезіндегі әдетімен, кемсеңдеген шағыңда кенжеңе де отау тігіп, көңілің орнықты ма? Ақ түйенің қарнын атқаратын кезің енді келді. Иә жеңеше, бұған да шүкір. Біз екеуміздің соңғы қызығымыз осы шығар бәлкім, деп Майлыбай кәрілігін мойындай сөйледі. Жоқ, жаман сөзді жаман адам ауызға алады деуші еді. Айта көрме қара жігіт. Мен әлі талай тойды көріп, талай қызыққа куә болам. Асықсаң өзің бара бер ол жағыңа, деп күлді әлгі кемпір. 5 ұл, 15 немере сүйіпсің, не арманың бар? Енді ол дүниеге ойланбай аттана берсең де болады. Әйтпесе жұмақтың төрінде жарықтық әке-шешең алаңдап отырған шығар, деп қалжыңдады тағы бір кемпір. Аллаға шүкір, деді Майлыбай сақалын салалап. Алланың мұнысына тоба, баладан да бақтан да тарықтырмапты. Асарымызды асап, жасарымызды жасап болған шақта балаларымның алдында алса, Тәңірге ризамын. Бірақ мынау кенже келінімнен, момыштың қызынан бір перзент иіскегенше асықпаңдаршы тым болмаса, деп жалбарынғандай сөйлейді. Болды, немене сонша? Бізді нақ бір жаналғыштай көріп жалынғаның, тілеуіңе жет. Бір емес бірнеше немере сүй, лайым. Кейін ес білгенде аңғарсам, осынау кариялар өлімнен қорықпай, қайта оны әзілге айналдырып, керемет ұстамдылық, батылдық жасап отыр екен ғой. Майлыбайдың үйі 8 қанат екен. Кереге уықтары сүйекше жылтырап, әбден мүйізденіп бітіпті. Басқұр, уық-байлар үзік-үзік болса да, бауы оңа бастаған өрнектері көз тартады. Кезінде керемет шебер жасалған үй екені көрініп тұр. Тыста абыр-сабыр үдеп барады. Біздің ауылдағыдай мұнда да әр үйдің алдында самауыр қайнап, ошақтың түтіндері аспанға будақтайды. Жұрт беташар мен неке қияр қызығын күтіп тағатсыз торуылдайды. Майлыбай мен әжемнің ортасында ақ сәлделі жирен молда отыр. Кірпігін сүрмелеп алыпты. Бәрі соны тақсыр деп тәжім етеді. Ол ауыл адамдарының кез келгенін жұртым деп кішірейтіп айтады.
оны бір санайды екен. Бірақ дәл бүгін елдің бәрі өзге қызықты аңдып, өзге біреуге табынғалы отырғандай сезіледі. Айтқандай-ақ жұрт өтеп келді десіп шу ете қалды. Ішке орта бойлы, тығыншықтай келбетті кісі кірді. Жұрт жабыла қолтықтап, ортадан орын ұсынып жатыр. Ол өзгелерден ерекше, биіктеу көпшікке келіп жайғасты. Өтептің қақпақтай кең жауырыны мен көлегейлей берген соң, мен әжемнің иығына сүйеніп тұрып, қызыққа көз салдым. Бір әйел қызыл шоқ салған таба әкеліп, Өтептің алдына қойды. Өтеп болса екі жеңін түрініп, шоққа алақанын қыздырды да қолын созды. Сол кезде оның оң қолына оқтау ұстатты. Оқтаудың басына шеті түйілген орамал байлапты. Өтеп иек қағып еді, үлкен үйдің есігі ашылды. Ішке екі келіншек қолтықтаған Үбиян әпкем кіріп келеді екен. Басына төгілтіп орамал бүркепті. Әлгі екі келіншек босағадан аттай бере иіліп сәлем берді. Әпкем соны қайталады. Қадамың құтты болсын қарағым. Үлкен босағадан, киелі босағадан аттадың. Атаңа құрмет көрсет, деді отқа жақын отырған бір кемпір. Әпкем иіліп сәлем салды. Сонан соң екі қадам жасады да Өтептің алдына келіп тұрды. Бүркеншектің шашағы жер сызып, әпкемнің аяғына дейін көміп тұр. Кенет Өтеп даусын бір кенеп алды да әндете жөнелді. «Ей!» дегенде үйдің іші қыбыр етпей тына қалды. Өтеп тақпақтай жөнелді. «Келін келіп тұр, келін үйге еніп тұр, қайын жұрты алдында иіліп сәлем беріп тұр. Келін келіңіз, елімізді көріңіз, ала құла демеңіз, атын айтып беріңіз, ақ тілеулі ағайын көрімдігін беріңіз», дегенде жұрт шу ете түсті. Береміз айналайын, көрімдігі даяр. Ертерек бетін ашып көрсетсеңші. Осылайша ынтыға ентелеп ел Өтепке қайта құлақ тосты. Келін келді ғой, келіп үйге енді ғой, көрімдігін бермесе көрсетпеймін енді қой, алақанға алтын сал, етегіме күміс сал, ашық қолды халқым бар, келін сәлем дұрыс сал, деп Өтеп көрімдікті алдын ала беруін сұрады. Майлыбай ақсақал бір уыс күмісті Өтептің алдына төге салды. Сол-ақ екен, жұрт жапа тармағай көрімдік бере бастады. Лезде Өтептің алды ақ күміске толып кетті. Алайда Өтеп көрсетер келінімнің көрімдігі көктөбе боп үйілмесе көрсетпеймін. Өйткені келіннің көрік десе көркі бар, ақыл десе ақылы мол, деп отырып алды. Аз алтының сеп емес, аз күмісің тең емес, осы тұрған келінің ай мен күннен кем емес. Көп болмаса көрімдік көрсететін мен емес, дегенде жұрт тағы да шу ете түсті. Ойбай айналайын, көрсетпеймін дегенді аузыңа алма, келіннен аянып қаларымыз жоқ. Көрімдікке көнеміз, сөйтіп барып көреміз, десіп ел тағы да күміс тастай бастады. Өтеп оны да азырқанды. Өйткені келін текті жердің қызы, батыр елдің қызы, өскен ортаның өрелі, өнегелі жаны екенін ескертті. Байтақ елдің гүлі бұл, бар ауылдың нұры бұл, өскен жердің қызы бұл, өнегенің ізі бұл. Көрсетпеймін келінді, саусағыма жүзі гүл, дегенде әжем орнынан емірене тұрып Өтепті маңдайынан иіскеді де қолына алтын жүзік салды. Ел тамсанып гулеп жатыр. Үбиян риза болып иіліп тәжім етті. Өтеп сонда да қанағат етпеді. Елдің тағатын тауысып, шыдамын кетіріп, көрімдік сұрай берді. Әпкемді мақтап өлеңін құрай берді. Көздерінен нұр тамған, көмейінен жыр тамған, беті таза айнадан, көркі қандай жайнаған. Көрімдікті көп алмай, құр қаламба пайдадан, дегенде енді ел жалына бастады. Айналайын Өтепжан, нысап сайын береке, келінімізді алдымен көрсетші өзі, қарыздансақ та көрімдігімізден құтылармыз.
Сонда барып өтеп демін терең алды да «Әй!» деп үй ішін тағы да дүр сілкіндіріп алды. Енді өз елін Үбиянға таныстырып сайрап жөнелді. Бұлақтары жосылған, ұрандары қосылған, үміт еткен досынан біздің ауыл осы маң. Үбиян иіліп тағзым етті. Өтеп енді термелей әпкеме ұзақ өсиет айта бастады. Үлкендердің алдында тайраңдама келіншек, жон-жосықсыз желігіп, сайраңдама келіншек, от басына барғанда отырып алма келіншек, су басына барғанда сумаңдама келіншек, бозбала көз салғанда қумаңдама келіншек, қонақ келсе қорсылдап, баланы ұрма келіншек, енелерге торсылдап, жала қума келіншек, ұрыс дауға үймелеп, үйір болма келіншек, көрінгенді кимелеп, сүйір болма келіншек, қайта-қайта қазбалап, шиыр болма келіншек, ағайынды мазалап, қиыр болма келіншек. Ой айналайын-ай, көмейіңнен айналдым, жезтаңдайым, саған берген алтын да арзан шығар десіп, ел ерекше серпіліп, дауылдасып кетті. Соны басқысы келгендей өтеп құйқылжыта берді. Сол әлгі сарыны. Өнегенің ортасы тұрақ болсын келіншек, жақсылығың таусылмас, бұлақ болсын келіншек. Бала шағаң басыңа шырақ болсын келіншек, ұсақ болмай мінезің ірақ болсын келіншек. Бұл ауылға қашанда үлгілі бол келіншек, ізет құрмет дегенің білгірі бол келіншек, сыйласуға келгенде дүлдүлі бол келіншек, тірлігіңде өмірден кемдік көрме келіншек, жамандыққа ешқашан теңдік берме келіншек. Ел үйіп тыңдап ауыздарын ашып қалыпты. Әжеме қарасам көзін сүртіп отыр екен. Өтептің сөздеріне риза болып, тебіреніп кетсе керек. Бұл екі арада Өтеп ел жақсыларын, ауылдың абыройлы адамдарын таныстыруға көшкен еді. Солардың атын атап Үбиянға арнайы сәлем салдырмақ. Ең алдымен Үбиянның атасы, ауылдың ең қадірменді қарты, жасы да үлкен, орны да бөлек қуаныш иесі Майлыбайға сәлем салдырмақ. 80-іңде жеңілген, көргені көп өмірден, Майлыбайдай атаңа сәлем салшы көңілмен. Үбиян ерекше құрмет көрсетіп иілді. Көп жаса шырағым, өркенің өссін деді Майлыбай даусы тағы да қаңылтырша қалтырап. Өтеп енді ауылдағы өз құрдастарын, Үбиянның абысындары мен қайнағаларын таныстырып, кемшіліктері мен жетістіктерін жырға қосты. Ел қыран топан күлкіге батып қалды. Бір абысынын Өтеп бұлай таныстырды. Ызбайланып сызылған, бойы келген ұзыннан, ұрыс десе құлшынып, түрі лезде бұзылған. Отырғандар ду күлісті. Әлгі келіншек қызарақтап Өтепке тиісе берді. Сені ме осыдан сазайыңды бермесем бе, сен жар жақтың. Өтеп бұл кезде өзгелерді өлеңге қосып жатқан. Аулымыздың ағасы, аулымыздың жағасы, аулымыздың панасы, аулымыздың данасы, үлкен қайнағаңа бір сәлем дегенде Майлыбайдың үлкен ұлы көтеріліп қалды. Бар болғыр деді Өтепке шын ризашылықпен. Ауылының бетке ұстар пысығы болса керек, Өтеп бір қияқ мұртты кісіні асыра мақтады. Даңқы елден арасқан, парқы көкпен таласқан, елдің көркі Ерболдай ағалармен жарасқан деді. Ортаншы ұлы Жартыбай Өтеппен құрдас екен. Қорайдай қылқиған, арық бойы седейіп, ебедейсіз қозғалады. Жағына пышақ жанығандай, сүйектері шодырайып, ұрты үңірейіп тұр. Әр жерден үрке шыққан серек шашы едірейіп, кірпінің түгіндей тікірейеді. Бір шөкім сақалы, әйтеуір сақал бар деген атқа иеленіп, иегінің ұшында шоғырлана қалыпты. Мұрны да таңқыш екен. Өтеп бір адамның басындағы осынша мінді майда әзілмен түртпектеп, керсінше келтіріп отыр екен.
Жұрттың күлкісін тоқтату қиын. Бірі көзін уқалап, бірі ішін басып, енді бірі аспанға қарай шалқалап күлкіден ақтарылып жатыр. Жартыбай болса бүріскен торғайдай әркімге бір жалтақтап қызарақтай береді. Жау шыққандай қанарлы, жарты құлаш сақалды, бұйра шашы ұйысқан, сом денесі құрыштан, нар санындай білекті, нар арыстан жүректі, нағыз қайрат кезінде, от ойнаған кезінде, басқан жері ойылған, сақтанып жүр дойырдан, тас мүсіндей таймаған, осы сенің қайнағаң, бітімі де ерекше, деп сәлем салшы бөлекше дегенде ыбиян иілді. Жұрт бір-бірін шымшылап, бір-бірінің санын соққылап, әйелдер жағы беттерін шымшылап мәз. Жартыбай судан тұншығып шыққандай енді қыбырлады. Өтепке қызарақтай қарады да, ой, у жеген итай, ақыры сол уыңды құсып тындың ба, келіннен ұят болды-ау дей берді. Тағы бір құрдасының лыпылдаған мінезін мінеп, Өтеп ашы тілмен түйреп алды. Елпіл деген құрақтай, көлкіл деген сынаптай, ешкі ішінде шұнақтай, анау тұрған жылтырға сәлем салшы сұратпай. Жұрт риза болып қол соғып жатыр. Өтеп енді екі жастың татулығын айтып, өмірде сыйласып өтіңдер деген өсиетті айтып кетті. Әрі ағалық ақылын, әрі ауылдың артқан міндеті осы деп айтты. Қаптың аузы бос тұр деп, құрт ұрлама келіншек, өзің жатып байыңды, тұрлама келіншек, бір нәрсеге керісіп, сұңқылдама келіншек, ер атағын ескермей, еріңе сен дес бермей, әрбір сөзін өш көрмей, ерте кетіп кеш келмей, ынтымақта бол дейін, ата жолы сол дейін, өсиетті ұмытсаң, жарың сенің қор дейін. Осы тұста келгенде жұрт ішінен бір кемпір, айналайын-ай, ел көкейін тауып айтып отыр ғой, көп жасағыр дей берді. Өтеп термесін жалғастырып отыр. Ал ағайын ал дейін, келініңіз бал дейін, бет ашайын тап қазір, көрер көрік бар дейін, оған дейін шырағым, маған сәлем сал дейін. Өтеп осы тұста әпкемнің басындағы төгіліп тұрған сәлкеш орамалын қолындағы оқтаудың ұшымен іліп алып көтеріп тастады. Жұрт жамырап бата бере бастады. Ыбиян әпкем иіліп сәлем салып тұр. Көп жаса балам, алдыңнан жарылқасын. Ізетіңе ризамыз, әмісе солай бол шырағым, үлкенді сыйлаған қор болмас, босаған құтты болсын, етегіңе бала жармасын, еліңнің сүйіктісі бол, деді. Ел осылайша дүркіресіп отырғанда, Өтеп алдына жиналған ақшаларды жиып алып, сытылып шығып бара жатқан 5-6 құрдасы қуа жөнелді. Қу, бізді құралақан қалдырмақпысың, тәбәрік болсын, бізге де бірдеме бер деді. Мынауың ырыңға жаман ғой. Біз де саған тілеулес боп отырдық қой десіп, сыртта Өтепті ортаға алып жатыр. Анау құтылмасын білдау деймін, үлестіріп тынған сияқты. Осылайша отқа май құйылып, Ыбиян да ошақ иесі болып шыға келді. Келіндерін ел оң босағаға жайғастырып, жаңадан дастарқан жая бастады. Бұл кезде қожа енді ояна бастағандай еді. Манадан ел беташардың қызығына беріліп, ерекше көңілденіп жатқанда, ол самарқау мүлгіп отырған болатын. Мұның маған қатысы жоқ, өзіме тиесілі несібеме келгенде көрермін дегендей манаурай берген. Енді аздап тіл бітіп, елдің сұрағына жауап беріп отыр. Кеседегі шайын қос қолымен бүркеп алып, оқта-текте әрең ұрттайды. Әлден соң ол ишарат белгі берді. Сол кезде кәрлен кесеге толтырып, тұнық су әкелінді. Майлыбай оған күміс теңге тастады да қожаға ұсынды. Қожа судың бетін ақ орамалмен бүркеп, әлденені күбірлеп оқи бастады. Бір қарасам, екі жігіт Аюбайды дедектетіп ішке алып кірген екен.
Мен неке қияр басталғанын сезе қойдым. Екі жұбай үйдің екі босағасында қарама-қарсы жайғасты. Қожа әлгі екі куәгер жігітті шақырып алып, жұбайлардың аты-жөнін біліп келуді тапсырды. Әлгі екеуі Аюбай мен әпкемнің алдына кезек-кезек тақақтап барып қайтып келді. Қожаға баяндап жатыр. Күйеу бала Аюбай Майлыбай мен Зылиханың ақ некесінен туған ұл, дін мұсылман, жасы 25-те. Қалыңдық Үбиян, Момыш пен Рәзияның ақ некелі қызы, жасы 21-де. Қожа енді куәгер екі жігіттен бұл міндетті бұлжытпай орындауға Алла алдында, халық алдында ант етесіздер ме деп сұрады. Аналар ант етеміз десті. Куәге жүрер алдында жуынып, шайынып, адалданып, күнәдан арылып келдіңдер ме, деді қожа қайтадан. Анау екеуі күнәдан пәк екенін айтысты. Барыңдар, екеуінен де сұраңдар, бұл неке көңілдің қалауынан, жүректің байлауынан шығып па, көңілдің көркімен, жүректің еркімен қосылып па? Екі жігіт қолдарына ұстатқан орамалдың ұшынан тізбектесіп қосыла сайрай жөнелді. Куәдірміз, куәдірміз, куәлікке жүрәдірміз, таңның нақ қасында, дәл бүгін халық қасында, ақ куәлік берәдірміз, десіп куә қимылмен Аюбайға жеткенше айтып та үлгерді. Аюбайдың алдына келген соң олар тергеуге ала бастады. Момыштан сызған, Разиядан туған, Үбиян перизатты адал жар тұтуға ризамысың? Аюбай сәл қызарақтап отырды да, ұялғаннан ризамын деп мұрнының астынан сөйледі. Куәлер енді осылайша әндетіп, Үбиянға да жетті. Майлыбай сызған, Зылихадан туған, Аюбайдай арысқа жар болуға ризамысың? Үбиян қыбырсыз отыр. Қасындағы абысындары түртпектеп, айта ғой келінжан, тақсырды көп тостырма деп ақыл беріп жатыр. Үбиян батылы жетіп айта алмады. Куәлар жауап алмай кетер емес. Мен әпкем жаққа тесіліп қарап отырмын. Әлден соң әпкем төмен қарап басын изеді. Бұ болмейді да, өз аузынан естімесек болмейді деп қожа қазақ сөздерін созып бөлекше мақаммен айтты. Әлгі екі жігіт тақпақтай әндетіп, әпкемнің қасына қайта барды. Енді арашаға әжем түсті. Тақсыр еке, үлкендердің алдында жас баланы ұялтып қайтесіз. Баз изегені бәріне ықтиярлығы емес пе, некеңізді қия беріңіз деді. Солай болсын тақсыр, деді Майлыбайда. Қожа қайтадан кеседегі суға төніп, әлденені оқыды да бетіндегі орамалын алды. Сөйтіп куәге жүрген жігіттерге ұсынды. Олар кеседегі суды Аюбайға апарды. Ол суға ернін тигізіп қайтып берді. Сонан соң куәлар Үбиянға апарды. Әпкем де ернін тигізді. Бұдан кейін куәлар неке суынан дәм татты. Осылайша үйде отырған елдің бәрі неке суынан ішісті. Кеседегі су таусылған соң, қожа екі жастың некесі қиылды деп жариялады. Майлыбай бір текше ақшаны қожаның алдына қойды. Енді қайтадан қазан көтеріліп, жас келіннің қолынан дәм тату үшін жұрт дастарқанға қайта отырысты. Ертеңіне Майлыбай әжеме алғыс айтып, алдынан кешірім өтініп отырды.